Меркілік белгілі сазгер Шәбден Омаралиевтің туғанына 75 жыл толуына орай ән ғұмыр атты еске алу кеші өтті. Шараға сазгердің шәкірттері, қызметтес болған әріптестері мен ауданның зиялы қауым өкілдері қатысты. Шәбден Омаралиев саз әлемнің сырыда нәзік әндермен елін елең еткізген дарынды ұстаз, өнер майталманы. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, ерен еңбегі үшін медалінің облысқа сіңірген еңбегі үшін төсбелгілерінің егері, меркілік талантты сазгер. Еске алу кешінде белгілі ақын Шырын Мамасерікова да сазгер жайлы естеліктермен бөлісіп, Шәбден ағамыздың жұбайы Шайзада анамызға ақ жаулық жауып құрмет көрсетті. Жарқырап жүрсін деп, мына қазақтың жарқыраған бір орамалын салайын деп едім. 9-шы ғасырдың айлықты қазақтың дәстүрі ғой. Басың ағарсын, үнемі үйіңде қуаныш той болсын, немере шөберелеріңіз қызығын көрсін. Біз Шәбден екеуіміз 10 жылдықты бірге бітірдік. Екеуіміз екі жақта оқыдық. 71 жылы қосылдық. Міне содан бері 50 жыл бірге өмір сүрдік. Шәкеңнің барлық еңбегін бағалаймын. Ол кісінің күтушісі де болдым. Жан жары ретінде де, көлеңкесі де болдым. Әр қағазын лақтырып тастаған ноталарын қайтып жинап алып, 2-3 күннен кейін өзіне қайтарып беретінмін. Не айтам, мен Шәкеңе ризамын. Еске алу кешінде аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы және сазгер ағамызбен қызметтес болған білім саласының ардагері Алия Қажығалиева, әріптесі Сұлуша Шапай да өздерінің естеліктерімен бөлісті. Сонымен қатар республикаға белгілік меркілік өнер адамдары Алтынбек Қоразбаев, Бағлан Бәбіжан, Бағдат Семединова, Әріпбай Мұсапанов бейнеролик арқылы құттықтауларын жолдады. Аружан Меркібай, Мержан Ерболатов, 24 News.